Назарбаев зияткерлік мектебінде бүгін робототехника бойынша жарыс болып жатты. Кеттік. Балалар, бүгін біз осы жарысқа өзіміздің жобамызды CRF-GC деп атадық. Бұл қаланы көгалдандыру. Яғни айтқанда, мысалы, жаңбыр суы жауған кезде жол қиылыстарында су толып қалады. Сол суларды біз көгалдандыруға жұмсаймыз. Біздің жасаған құбыр арқылы су ағады да қосымша роботқа барып, су толады. Және күн ысыған кезде негізгі роботқа ол суды сығып көтереді. Сол кезде негізгі робот өз жұмысын жасап, ағаштарға су құяды. Біздің жоба автоматты түрде жұмыс жасайтын шатыр. Бұл шатыр көбісі сабаққа қойылатын зат. Жасайтын біз адамдар көбісі далаға шыға алмайды. Соны кезінде адамдардың көбісі уже воспринимать автоматически уже ашылады. А уже түрлі болса уже управление кетіп қалса, автоматически уже жабылады. Және де лего конкурсында жасадық. Балалар туралы түсініп кетіңіз. Сәлеметсіз бе әділ қазылар, мен атым Абдырахман, екінші сынып оқимын. Үш күн қоямыз. Мынау деген машина анықтайтын датчикта осы деген танымайтын машиналарды кіргізеді, танымайтындарды кіргізбейді. Қыста қиын қыздырмау үшін жылы машиналарды сүрінген ату үшін мынандай вентиляторлар бұл деген температураны жақсы қылады машиналарды. Моторы қатырып тастамайды. Содан кейін аталар қиналмай машинасын қыздырып Балдар, өз жобаларыңды көрсетесіз. Сәлеметсіздер, құрметті Әділғазы. Менің атым Амангелдіұлы. Мен екінші сынып оқимын. Бұл менің досым. Сәлеметсіздер, менің атым Ұнады. Мен үшінші сынып оқимын. Біздің жобамыздың аты мойка машин. Бұл бұлай жұмыс жасайды. Шлагбаун ашылады, және жабылады. Шашады. Шлагбаун ашылады, қалаға төгеді. Осылайша адамдар қалаға төгеді. Сіздерге сәтті тілейміз.